Тау мен қаңбақ. Ай далада қорап жатқан бір қаңбақты жел айдап, үлкен таудың етегіне әкеп тастапты. Мұны биіктен көріп тұрған тау: қаңбағым, қайдан жүрсің? Нәғып келдің мұнда?" деп сұрапты. Сонда қаңбақ: "6 батпан ауырды көтерген алып едім. 7 қабат жер астынан шығып, алысып өсіп ем. Сеніңді алып келген атағыңды естіп алысу үшін әдейі іздеп келіп тұрмын" депті. Тау бұған жымиып күліп үндемепті. Сол кезде үйірле соққан құйын келіп қаңбақты дедектеткен бойы аспанға алып шығып кетіпті. Аспаннан қайта жерге түсіріп әрі-бері аунатыпты, ойға қырға домалатыпты. Ақыр аяғы өлдім талдым дегенде таудың беткейіне өскен бір шоқ тобылғының басына іліп тастап өз жайына жүріп кетіпті құйын. Сүрең қашып қабағы түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт келіпті. Қаңбағым, нағып отырсың?" деп жөн сұрапты. Сонда қаңбақ сарнай жөнеліпті. "6 батпан ауырды арқалап едім. 7 қабат жер астынан шығып арпалысып өсіп ем. Алып деген атағын естіп, астында жатқан таумен әдейілеп келіп алыстым. 6 күн алысып 7 күн дегенде әрең жықтым. Міне желкесінен басып тұрмын." "Болса болар" депті бүркіт жымиып. "Тобылғыға зорға ілініп қалған екенсің." "Әлбетте" депті қаңбақ арқаланып. "Одан басқа қолайлы жер болмаған соң тобылғыдан ұстап жатқаным ғой." Сол кезде құйын қайтадан шырқ үйіріліп келіп қаңбақты тағы да дедектете дөңгелетіп алып кетіпті. Бүркіт дауыстап: Батыр! Қайда барасың тауды тастап? Сен кетсең ол орнынан тұрып қаша жөнелмей ме?" депті күліп. "Уақай емес бүркітім, алдымда алсатын әлде көп алыптар бар, соларға жетуге асығып бара жатырмын" деп қаңбақ дөңбектей домалап кете барыпты. Құйын аялдауға шамасын келтірмей қырдан қырды асырып, құлдырата қуалап, ұшырып ала жөнеліпті. Оның артынан тау мен бүркіт қарқ-қарқ күліп тұр.